сәлем, сіздермен бірге Бақжан. Біз бүгін каз-тест жайлы айтатын боламыз. Яғни бұл қазақ тілін қаншалықты деңгейде меңгергенің бойынша тест. Бұл деңгейлер А1, А2, Б1, Б2 және С1 деңгейлері болады. Ең жоғарғысы С1 деңгей. Мен тапсырдым каз-тестті және С1 деңгейін алдым. Бағасы 8100 ба, сондай 8000 жуық теңге тұрады. Ол 5 бөлімнен тұрады. Тыңдалым, лексика, грамматика, оқылым, жазылым және айтылым. Тыңдалым 20 тапсырмадан, лексика, грамматика 40 тапсырмадан, оқылым 40 тапсырма, жазылым 2 тапсырма, айтылым 2 тапсырма. Бірінші сіздер бөлек, бірінші жазылым болады 2 тапсырма. Бізде эссе жаздық. 2 түрлі тапсырмаға. Мысалға менде біріншісі неге орта және шағын бизнесті қолдау керек. Бірінші тапсырма. Екінші тапсырма полицейский, полиция қызметкерлерінің дәрежесін Қазақстанда қалай көтереміз деген тапсырмалар болды. Осыған жазып шықтым. Екіншісі тыңдалым болды 20 тапсырма, яғни диалогты тыңдап, біз немесе монологты тыңдап 20 тапсырмаға жауап беру керек. Лексика, грамматикада сіздер жаңағындай түсіну, грамматиканы білу бойынша мысалға бастауыш тап, баяндауыш тап деген сұрақ болмайды. Тек сіздің түсіне алу қабілетіңізді бұл жерде зерттейді. 40 тапсырма болады. Оқылымда текст беріледі, сол бойынша 40 тапсырма. Сол сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Одан кейін айтылым 2 тапсырма болды. Ең оңайы, мен қазақ тілінен ана тілім болғандықтан мен үшін оңай болды. Айтылымда 2 тапсырма жаңағы маған мемлекетке жұмыс істеген дұрыс па, немесе мемлекеттік органдарға, немесе өзінің бизнесінде ашқан дұрыс па деген сияқты сұрақтар болды. Бұдан ең жоғарғысы осы айтылымнан болды менде. Бір 10-15 минутта береді, дайындалуға уақыт береді. Және маған ұнағаны бұл жерде тез, мысалға, IELTS-ға жазылып қойып ұзақ уақыт күтуің керек. Ол өте қымбат. Мен тапсырғаны 75 000 теңге тұрды. Мысалға, ал каз-тестте арзан және тез бір аптаның ішінде тапсырасың, және де бір аптаның ішінде саған результатын шығарып береді. Каз-тест не үшін керек? Көбінесе қазір докторантураға түсу үшін және болашақ программасымен кету үшін каз-тесті керек. Каз-тесттің С1 деңгейі ең жоғарғы болып табылады. Ал болашақпен және докторантураға түсуге Б1 деңгейінен жоғары болса болды.